Ауыл жұртын нендей мәселелер толғандырады. Осыны білу үшін кеше аймақ басшысы Тайынша ауданына барып халықпен тілдесті. Нұр Отан алаңындағы қоғамдық қабылдауда Құмар Ақсақалов 7 азаматтың базынасын тыңдады. Бірі жолдың жайын баяндаса, екіншілері жаңа мектеп салып беруді сұрады. Аудандықтар көтерген осы және өзге де проблемаларды шешу мүмкін бе? Болса қалай, билік пен бұқара арасындағы диалогты әріптесім Саят Ермек тыңдап қайтты. Облыс әкімінің Тайыншадағы қабылдауына Роза Будаева Зеленый Гай ауылынан келген. Алайда бұл 60 шақырымды еңсеру нағыз сынақ дейді зейнеткер. Елді мекеннің 500-ге жуық тұрғынын жол түйткілі толғандырады. Оның жағдайының нашарлығы соншалық көлік шыдас бермейді екен. Ал жуырда тіпті автобус қатынауын тоқтатқан. В общем, лет 10 ходил у нас, как Шитауска. 10 жыл бойы үздіксіз. Күн сайын Көкшетауға қатынаған автобус жүргізушісі 1,5 жыл бұрын жолдарың жаман деп жүрмей қойды. Кейін Көкшетаудағы автопарк бізге газель бөлген еді. Бірақ ол да көп ұзамай тоқтады. Негізі ауылдың болашағы зор. Моншамыз, мейрамханамыз, мектебіміз бен балабақшамыз бар. Бірақ адамдар, әсіресе жастар ақырындап көшіп кетіп жатыр. Бәріне жол мәселесі себеп. Бұл Зеленый Гай тұрғындарының ғана бас ауруы емес, ұзындығы шамамен 100 шақырымды құрайтын жол тағы 4 ауылды байланыстырады. Өңір жетекшісі түйткілден хабардармыз деді. Жаңадан жол салу қыруар қаржыны талап етеді. Мұны бюджет көтермейтін көрінеді. 1 километр 180 миллионов теңге. Бір шақырымға асфальт төсеу құны 180 миллион теңге. Біз мұндай шығындарға бара алмаймыз. Бірақ шешім бар. Ясная Полянаға дейін асфальт, ал ары қарай қиыршық тас төсеуге болады. Бірден емес, әрине кезең-кезегімен. Алдағы 3-4 күнде маған дайын жоспарды көрсетіңіздер. Қабырғалар мен төбелері жарылған, ал жер төледегі спорт залды су басқан. Бұл Вишневка селосындағы мектептің қазіргі жағдайы. Өткен жылы тіпті 3 бірдей сыныптың төбесі опырылып түсіпті. Мектеп былтыр апаттық деп танылған, алайда амал нешік құлайын деп тұрған ғимаратта 108 оқушы әлі де білім алып жатыр. Ата-аналар комитетінің төрайымы Анна Панкова балаларымызды сабаққа жанымызды шүберекке түйіп жібереміз дейді. В школе не учительской, у нас нету раздевалок для детей. Мектепте мұғалімдер бөлмесі былай тұрсын. Асхана мен шешіну бөлмелері жоқ. Балаларымыз дәлізде тамақтанып, киім ауыстырады. Жарты ғимарат жабулы тұр. Ауыл болып талай рет жергілікті әкімдіктің табалдырығын тоздырдық. Тіпті мәжілісмендерге хат жаздық. Бәрі тек ауызша уәдемен шектелді. Мектеп бұл ауылдың тірегі. Ол болмаса бәрі көшіп кетеді. Мәселе шешілмесе, оқушылар білім алу үшін басқа селоға баруға мәжбүр болмақ. 100-ден астам баланы күн сайын көрші ауылға тасымалдау оңайға соқпасы анық. Осы орайда Вишневка тұрғындары жаңа мектеп салып беруді сұрады. Қазіргісі жөндеуге келмейді. Ауылдықтардың бұйымтайы алдағы 2 жыл ішінде орындалмақ. Аймақ басшысы уәде берді. Однозначно школу будем строить. Мектеп міндетті түрде салынады. Өйткені Вишневка шынымен де болашағы бар село. Ақша бөліп 125 орындық ғимараттың жоспарын әзірлейміз. Алайда жаңа мектеп салынып біткенше қауіпсіздік үшін балаларды басқа ауылға тасу керек болады. Тиісті көлік қарастырылады. Тайыншалық Донецкая нұрлы жол шаруашылығының өкілі де әкімнен көмек сұрай келді. Проблема өзекті. Осымен екінші рет серіктестік Чехиядан асыл тұқымды мал әкелмекші. Құжаттарда ірі қарада сақадай сай тұр. Алайда симменталдар Қазақстанға кіре алмайды. Ауыл шаруашылығы министрлігі бұған тыйым салған. Российская компания. Қазақстандық шаруашылықтардың көбі шетелден малды ресейлік делдалдар арқылы импорттайды. Биыл олардың бірі құжаттарды қолдан жасап, Чехиядан асыл тұқымды емес, тауарлық ірі қараны жеткізген. Енді бұл ресейлік компания шығындарды өтемейінше, малды аталған мемлекеттен ел аумағына кіргізуге рұқсат жоқ. Донецкая нұрлы жолы ресейлік делдалдармен емес, тікелей чехтармен келісімге отырған. Ал мал белгіленген уақытта жеткізілмесе, агроқұрылымда айыппұлдар күтіп тұр. Сиырлардың асыл тұқымда екенінде күмән жоқ, сондықтан тыйым негізсіз. Құмар Ақсақалов мұнымен келісті, және проблеманы көпке созбай шешпекке қолына телефонын алды. Әкім елордаға хабарласты. Тұтқанның арғы жағында ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің басшысы Арман Өтеғұлов жағдайды тыңдаған, ол түйткілді тез арада шешуге тырысып бағамын деді. Можно вы помочь? Да, конечно, я посмотрю. Все, рахмет. Кейін өңір жетекшісінің алдына Валентина Спутникова келді. Жалғызбасты зейнеткер толқынысын жасыра алмады, бірақ көмек сұрамасқа амал жоқ. Қысқа отын мен көмір дайындай алмай отырмын дейді ол. Өйткені зейнетақысы күн көрістен қалмайды.
У меня полетел котел. Өткен жылы пешім жарамай қалды. Енді оны жөндеу керек. Ал бір машина отын 9 мың. Көмірдің 1 тоннасы 14 мың тұрады. Менің қалтам көтермейді мұны. Сондықтан қол үшін соссаңыздар деймін. Поможем с углем. Әрине, көмектесеміз. Ардагер екеніңізді ескере отырып, қажетті көмірді әкеліп береміз. Уайымдамаңыз. Ал мұғалім Ерлан Тілеутай Тайынша қаласында көп қабатты тұрғын үйлер салынса дейді. Педагогтар мен дәрігерлерге. Негізі бүгінде аудан орталықтарында тек жалдамалы баспана тұрғызылады. Олар тек көп балалы және аз қамтылғандарға арналған. Ал жалпы пәтер кезегі жыл санап үлкейіп келеді. Тайыншада мұндай кезекте 800-дей адам тұр. Алайда ел бойынша тиісті бағдарлама жоқ, механизм қарастырылмаған. Хотим, чтобы вы приезжали. Әрине, біз жас мамандардың туған ауылдарына келіп жұмыс істеуін қолдаймыз. Бірақ әзірге баспана салу мүмкін емес. Сіз менің алдыма үлкен мәселе тастадыңыз. Оны шешуге тырысатын боламын. Алдағы уақытта Солтүстік Қазақстан облысы бойынша жаңа бағдарлама әзірлеп, баспананы өңір бюджет есебінен салу жолдарын қарастырамыз. Бұқараның мұң-мұқтажын тыңдап, мәселелерін шешудің ең оңтайлы жолы диалог. Сондықтан мұндай қабылдаулар барлық аудандарда өтпек. Тайыншада Құмар Ақсақалов 7 азаматпен тілдесті. Бүгінге дейін қоғамдық қабылдаулар Қызылжар ауданы мен Петропавлда өтті. Саят Ермек, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.